мектептің диспетчері, мектептің жүрегі, майдан сағызға сөз берейін. Қош келдіңіздер. Енді сіздердің кіреберісте бағыттарына арнайы топтар таратылды. Сол топтардың ішін ашып, менің портретім деген параққа алғанымдар. Енді барлығымыз ойымызды бір жерге жинақтап, назарымызды аударсақ, жалпы теориядан енді біз кішкене бойымызды сергітіп, ойымызды жинақтап, өзіміздің ортаға шығармашылық бір жағынан өнерімізді көрсетсек деп ойлаймын. Енді мына жерде сіздер ойлаңыздар, біреумен кездесуге барасыздар бағыттарыңыз, сіздер оны танымайсыздар, сізді де ол танымайды. Сіздер барғанда сізді тану үшін сіздің сыртқы бейнелеріңізді менің портретім деген қағазға жазып шықсаңыздар. Әркім өзінің сыртқы бейнесін ғана. Білесіздер ғой, портрет деген сөзбен өрілген адамның бейнесі. Оны бәріміз жақсы жаза аламыз, сондықтан қазір әркімнің өзінің сыртқы бейнесін осы қағазға жазып шықсақ, сізге бір-екі минут уақыт берейік сіздерге. Абай атамыздың ой болған өлеңін тыңдап отырып, сыртқы бейнемізді суреттейік. Жоқ, жаза беріңіздер сосын. Ama mіндетті түрде ат жөндерін жазыңыздар. Өзіңіздің портретті жазыңыз. Ат жөндеріңіз ғана, мен ат жөндерін сіз қысқа жазасыздар. Олай болса, мен қазір кездесуге келдік деп ойлаңыздар. Мен осылардың ішінен 3-4 адамның портретін оқимын. Сіздер табыңыздар кім екенін. Бір-бірлеріңізге назар салып қарап отырамыз, шын портрет сондай ме екен, сосын табамыз адамды. Жусаннан аласа, бетегеден биік, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінен қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап деген ұстанымы бар. Істеген ісіне тиянақты болуға тырысатын, жауапкершілік өзінен де өзгеден де талап ететін жан екен. Бұл кісі мінездеме беріп кетті. Мінездеме беріпті. Кім деп ойлайсыз?
Gavhara Менің бойым орта бойлы, даусым бұлбұлдай, сайраған даусым бар дейді. Әр сөзімді өлеңмен өріп жүрген жерде шағыдыр сыйлап берді. Өлең деген сөзден танып қойдыңыздар. Орта бойлы, үлкен қой көзді, бәрінен де шашының ұзындығы алғаш көзге түсетін. Мен орташа бойлы, толықша келген, қара шашты, жүрегім, жүрісім орта қалыпты, ақырын жүріп, анық басқанды ұнатамын дейді Фарида. Қалай біліп қоясың? Бойым орта, ақ құла жанмын, жүзім ашық, көңілім жарқын, домалақ жүзді, жарқыраған көзді жанмын, шашым қалың, тісі қоңыр. Мен бойым. Алмат ағай ма? Жоқ, емес ол. Назгүл сен емессің бе? сурет дегенде қарағанда әдемі екен деп отыр. Онда жас мамандардың ішінен шығады. Енді былай, соңғысын оқиын. Менің сырт келбетім ортаға тез орта бойлы, шашым қысқа, сары, көзім ашық, көкірегім ояу жанмын, мінезім ашық, ортаға тез сіңіп кетемін дейді. Жас мамандардан. Білмейсіздер ма? Енді жаңа сол. Бұл сатан толғанай дейді. Ал бір-біріміздің сыртқы келбетімізге қарап, бір-бірімізге баға беріп, ішкі жан дүниемізді, көңіл күйімізді шамалы көтердік деп ойлаймын. Ендігі бұл семинардың жалғасын мектепте акт залы жоқ. Сондықтан біз ауылдық клубпен тығыз байланыстамыз. Іс-шарамыздың бәрі сонда өтеді. Қазір сіздерді сонда шақырамын. Оған дейін сіздер мына берілген қалташаның ішінде кері байланыс парағы бар. 3 сұрақ деп аталады. Осы кері байланысты міндетті түрде толтырып тастап кетсеңіздер, мүмкін біздің жаңағы дамытатын сыныбымызды, осында түлектерімізді барлығын жазсаңыздар, мүмкін ары қарай біздің жұмыс барысымызда қолдануға бұл көптік септігін тигізеді. Кешіріңіз, сөзіңіз бөлейінші. Қазір талдау жұмысын сол жақтан келгеннен кейін жасаймыз ба? Осы жерге қайтып келеміз осы жоқ, сол жақтан көреміз. Жоқ, енді қазір сөйқтен әдеби кешіп кетеді сөйлем. Или өзіңдер талдайсыздар ма? Қазір онда ағай, мен мына жерде бір ауыз қазір осы жерден талдап айтып кетіңіздер онда. Жоқ, енді бұл жерде мен ерекшелікті айтқым келіп